Сәлем балалар, бүгін біз 46-шы сабақ сөйлем тақырыбын өтеміз. Балалар, сөйлем дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Балалар, мектепке келді деген секілді. Балалар, тыныс белгілерді есімізге түсірейікші. Нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша, бұлар тыныс белгілер. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады балалар. Олай болса, бірінші атуға қарайық. Өлеңді тыңда. Нан қоқымын шашпаңдар. Нан ардақты адалас. Кәрі жаз оны аттамас. Ақ дастархан үстінде қол жумай оны ұстамас. Нан қоқымын шашпаңдар. Жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Авторы Өтебай Тұрманжанов. Өлең мазмұны бойынша өз ойыңды айтыңдар балалар. Бұл өлеңде нанның ардақты, адалас екендігін, нанды қадірлеуіміз керек екендігі туралы айтылған балалар? Жарайсыңдар. Балалар, нанның қоқымын неге шашуға болмайды? Жарайсыңдар. Нанның қоқымы бізге оңай жолмен келген жоқ. Ол үлкен еңбекпен келді балалар. Біз нанды қадірлеуіміз керек екен балалар. Балалар, кәрі жас сөздерінің мағынасын біліп алайықшы. Кәрі жас дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Кәрі дегеніміз үлкен қария деген мағынаны білдіреді балалар. Ал жас дегеніміз ол бала деген мағынаны білдіреді. Біз кәрі де, жас та нанды қадірлеуіміз керек екен балалар. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші атуға қарайық. Жаңылтпашты жатқа жаз. Қап-қап ұн алдық, аппақ ұн алдық. Балалар жаттаймыз. Қап-қап ұн алдық, аппақ ұн алдық. Жарайсыңдар балалар. Жаттап болсақ, дәптерімізге көркем етіп жазамыз. Келесі үшінші атуға қарайық. Ребусты шеш, шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құра. Балалар, ребустан бірінші қандай суретті көріп тұрмыз? Бірінші тағаны көріп тұрмыз. Екінші мысықтың суретін көріп тұрмыз, балалар? Олай болса, мысық деген сөздің артындағы төрт әріпін дыбысын алып тастап, өзімізге қажетті дыбысты ғана аламыз. Яғни м дыбысы қалады балалар. Тағам деген сөз шықты. Жарайсыңдар. Олай болса, тағам сөзіне сөйлем құрайық. Біз жейтін тағам дәруменге толы болу керек. Немесе балалар, менің анам дәмді тағам пісіреді деп сөйлем құрасақ болады деген балалар? Олай болса, сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнап жатса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз балалар. Сау болыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше.